Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елге қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығарылымын бастайды. Бүгінгі эфир қонағы Астана қаласының әкімдігінің тұрғын үй қоры коммуналдық мемлекеттік мекемесі директорының орынбасары Қайыржанов Райымбек Жұмакелдіұлы. Қош келдіңіз. Сұрақтарға келетін болсақ, алдымен сіздердің мекемеде көрсетілетін мемлекеттік қызметтер туралы айтып өтсеңіз. Астана қаласының тұрғын үй және тұрғын үй инспекциясы басқармасымен көрсетілетін мемлекеттік қызметтің бір түрі ол мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын жайларды жекешелендіру болып табылады. Аталған қызмет алушы бұл мемлекеттік қызметті алу үшін азаматтарға арналған мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамына, яғни халыққа қызмет көрсетілу орталығына немесе мемлекеттік мүлік тізілімі e-қазына.kz веб-порталы арқылы көзделген құжаттарды және оған қоса сәйкес өтінішті береді. Жекешелендіру деген не және оның түрлері қандай? Жекешелендіру дегеніміз, тұрғын жайды жекешелендіру дегеніміз, тұрғын үй қатынастары туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес жүзеге асырылады. Азаматтардың мемлекеттік тұрғын үй қорынан өздері тұратын тұрғын жайларын сатып алу болып табылады. Заңда көрсетілген жағдайларда мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жалдаушы кәмелетке толған отбасы мүшелерінің келісімімен және кәмелетке толмағандардың құқықтарын ескере отырып, тұрғын үйді заңда көрсетілген шарттармен және Қазақстан Республикасының үкіметімен айқындалған тәртіппен қалдық құны бойынша жекешелендіруге құқылы. Жекешелендіруге өтінішпен жүгінген азамат тұрғын үйді қалдық құнын толық немесе бөліп төлеп сатып ала алады. Сол бойынша шешім қабылданады. Қалдық құнын бөліп төлеу бойынша келесідей шарттар бар. Қалдық құны 15 миллион теңгеден аз тұрған жағдайда 10 жылға бөліп төлей алады, ал қалдық құны 15 миллионнан жоғары болған жағдайда азамат 15 жылға дейін бөліп төлеуге құқылы. Тұрғын жайды бөліп төлеу арқылы жекешелендіру кезінде өтініш беруші тұрғын жай құнының кемінде 10% мөлшерінде бастапқы жарна енгізеді. Сонымен қатар заңның 13 бабының 8 тармағында көрсетілген санаттарға жататын азаматтар өздері тұрып жатқан тұрғын жайды тегін алуға құқылы. Жалпы тәртібі қандай екенін айтып өтсеңіз? Өтініш беруші бұған дейін аталған түрлердің бірімен өтініш жасағаннан кейін тұрғын жайды жекешелендіру туралы шешімді коммуналдық тұрғын үй қорынан, жергілікті атқарушы органның тұрғын үй комиссиялары, мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй қорынан мемлекеттік кәсіпорынның тұрғын үй комиссиясы, мемлекеттік мекемелерінің тұрғын үй қорынан мемлекеттік мекемелердің тұрғын үй комиссиялары шешім қабылдайтын болады. Тұрғын үй комиссиялары өтініш беруші құжаттарды тапсырған күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде дауыс беру жолымен тұрғын жайды жекешелендіру туралы шешім қабылдайды, немесе дәлелді бас тарту туралы шешім шығарады. Жекешелендіру туралы шешім шығарылғаннан кейін тұрғын жайды мемлекеттік кәсіпорындар мен мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік тұрғын үй қорынан коммуналдық меншікке беру туралы шешім шығарылады. Сол күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде тізілімді веб-порталды пайдалану арқылы электрондық нысанда жүзеге асырылады. Жекешелендіруге жататын тұрғын жай коммуналдық тұрғын үй қорына ауыстырылғаннан кейін 10 жұмыс күн ішінде жергілікті атқарушы орган мен өтініш беруші арасында тізілімнің веб-порталында электрондық цифрлық қолтаңбаны пайдалана отырып, немесе жеке басын биометриялық сәйкестендіру арқылы тұрғын жайды жекешелендіру туралы шарт жасалады. Тізілімнің веб-порталы арқылы тұрғын жайды жекешелендіру туралы шарт жасалғаннан кейін өтініш беруші күнтізбелік 30 күн ішінде жергілікті бюджетке төленуге тиіс тұрғын жайдың толық немесе бастапқы құнын төлеу керек. Жекешелендіру тұрғын үй жалдаушының немесе онымен тұрақты бірге тұратын барлық отбасы мүшелерінің ортақ бірлескен меншігіне өтеді. Ортақ бірлескен меншікке өткен тұрғын үйдің иеліктен шығарылуы барлық меншік иелерінің келісімімен ғана шығарылады. Егер мәміле тұрғын үйдің меншік иелері болып табылатын
кәмелетке толмағанның мүдделерін қозғайтын болса, қорғаншы немесе қамқоршы органның келісімімен ғана жүзеге асырылады. Тұрғын жайдың сатып алу құнын қалай төлейді? Тұрғын жайды жекешелендіру туралы шартының мәні көрсетілген тарауында сатып алушы жекешелендірген тұрғын жайдың құнын біле алады. Тұрғын жай құнын бөліп төлеу шарттары мен мерзімдері тұрғын жайды жекешелендіру туралы шартта көрсетіледі. Тұрғын жайды жекешелендіру туралы шартының мәні көрсетілген тарауында сатып алушы жекешелендірілген тұрғын жайдың құнын біле алады. Тұрғын жай құнын бөліп төлеу шарттары мен мерзімдері тұрғын жайды жекешелендіру туралы шартта көрсетілген. Бөліп төлеуді ескергендегі төлемнің жалпы сомасы тұрғын жайды жекешелендіру туралы шарттың ажырамас қосымшасы болып табылады. Тұрғын жайдың құнын төлеу графигінде көрсетіледі. Төлемдер сатып алушы мен мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй жайларды жекешелендіруден түсетін түсімдер, яғни 301-107 бюджеттік сыныптама коды бойынша сәйкес мемлекеттік кірістер органына енгізіледі. Өтініш берушіден алынған төлемнің сомасы тұрғын жай құнының жартысынан артық болған жағдайда қоспағанда өтініш беруші тұрғын жайды жекешелендіру туралы шартта көзделген төлем графигі бойынша тұрғын жайдың құнын 6 айдан қатарынан төлемеген жағдайда жергілікті атқарушы орган тұрғын жайды жекешелендіру туралы шартын біржақты тәртіппен бұзады. Оны бұзғанға дейін өтініш берушінің кемінде күнтізбелігі 30 күн бұрын хабардар етеді. Тұрғын жай құнының жартысының көбін төлеген өтініш беруші график бойынша тұрғын жай құнын 6 ай бойы төлемеген жағдайда жергілікті атқарушы орган тұрғын жайды жекешелендіру туралы шартты бұзбай берешекті сот тәртібімен өндіріп алады. Жақсы, рахмет. Райымбек Жұмагелдіұлы, мазмұнды сұхбатыңыз үшін рахмет. Елге қызмет ету жолындағы жауапты қызметтеріңізге тек абырой тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Егер сұхбатқа қатысты сауалдарыңыз болса, пікірге қалдыруларыңызды сұраймыз. Департаменттің ресми парақшалары арқылы жазсаңыздар болады. Департамент кері байланыс үшін әрдайым ашық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.